Кайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып елордада құқық бұзушылықтардың алдын алу шаралары туралы. Спикерімізбен таныс болыңыздар. Жанабыл Еркін Мұратұлы, Астана қаласы полиция департаментінің қоғамдық қауіпсіздік басқармасы бастығының орынбасары, полиция подполковника. Дорогие зрители, мы начинаем пресс-конференцию о профилактике правонарушений в столице. Хочу напомнить зрителям, что вы можете задавать вопросы в прямом эфире нашему спикеру, а также оставляйте свои вопросы на наших аккаунтах в социальной сети. Ендеше бастаймыз. Құрметті Еркін Мұратұлы, қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Қош көрдік. Рахмет. Құрметті брифингке қатысушылар, полиция департаменті жедел жағдайды тұрақтандыруға және елорда көшелері мен қоғамдық орындарда тәртіпті қамтамасыз етуге бағытталған ұйымдастырушылық практикалық іс-шараларды жүзеге асыруда. Ағымдағы жылдың 3 айында Астана қаласында кәмелетке толмағандардың қатысуымен 113 жол көлігі оқиғасы тіркелді. Барлығы түрлі дәрежедегі жарақат алды. Жол көлігі оқиғасының негізгі себептері жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің жол қозғалысы қағидаларын сақтамауы, сондай-ақ жолдағы зейін мен сақтықтың төмендеуі. Жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында 2025-2026 оқу жылына арналған мектепке дейінгі және жалпы білім беру ұйымдарында балалардың жол көлік жарақаттануын алдын алу бойынша профилактикалық іс-шаралар жоспары әзірленді. Жасөспірімдер қылмысын алдын алу, кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау саласындағы әкімшілік және қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтау, қоғамдық орындар мен көшелердегі бұзақылықтың алдын алу, сондай-ақ балаларға қатысты қылмыстық қол сұғушылықтардың жолын кесу мақсатында ағымдағы жылдың басынан бері 200-ден астам жергілікті рейдтік іс-шаралар өткізілді. Үстіміздегі жылдың наурыз айының 26-28 күндері аралығында елорда аумағында түнгі қаладағы балалар жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Аталған іс-шара барысында кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінсіз түнгі уақытта, атап айтқанда сағат 23:00-ден таңғы 06:00-ға дейінгі аралықта тұрғын жайдан тыс жерде жүруінің 200-ден астам деректері анықталды. Барлығына қатысты тиісті шаралар қолданылды. Сонымен қатар, полиция департаменті бөтеннің мүлкін қасақана жою немесе бүлдіру деректерінің жолын кесу бойынша белсенді жұмыс жүргізуде. Ағымдағы жылдың басынан бері Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 147 прим. 1 бабы, атап айтқанда бөтеннің мүлкін қасақана жою немесе бүлдіру келтірілген залал мөлшері 200 айлық есептік көрсеткіштен аспаған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс осы бапқа сәйкес тиісті хаттамалар толтырылды. Атап айтқанда, осы дерек бойынша 51 дерек анықталып, барлығына қатысты хаттамалар толтырылып, тиісті шешім қабылдану үшін сотқа жолданды. 50 дерек бойынша қамауға алынғандар саны 38, айыппұл салынғандар саны 12. Сонымен қатар, ұсақ құқық бұзушылықтарға нөлдік төзімділік қағидатын іске асыру шеңберінде Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434 бабына сәйкес ұсақ бұзақылық жасаған үшін 779 тұлға әкімшілік жауапкершілік тартылды. Оның ішінде айыппұл салынғандар саны 366, қамауға алынғандар саны 399. Сонымен қатар, қоғамдық жұмыстарға тартылғандар саны 2. 12 құжат бойынша әкімшілік іс тоқтатылды. Күн сайын кешенді полиция күштерінің патрульдеуге шығуы 2,5 мыңнан астам ішкі істер органдары қызметкерлері мен ұлттық ұлан әскери қызметшілері құрайды. Қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз ету мақсатында ішкі істер министрлігінің 2024-2028 жылдарға арналған қоғаммен әріптестікке қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз ету тұжырымдамасы аясында кілемше бейне бақылау жобасы іске асыруда. Ол қала бойынша 200 мыңнан астам бейне камералары қамтиды. Қазіргі уақытта жедел басқару орталығына және кезекші бөлімдерге
36 мыңнан астам бейне бақылау камералары қосылды. Вандализмнің алдын алу мақсатында ақпараттық бейнеролик әзірленіп, бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде орналастырылды. Баяндамаңызға рахмет. Құрметті көрермен, біз сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Дорогие зрители, мы переходим к сессии вопрос-ответов. Наш первый вопрос. Какие меры планируется внедрить для повышения эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в ближайшее время и в период летних каникул? Спасибо за вопрос, это актуально. Вот недавно на платформе Акимата города Астаны с участием всех госорганов под председательством замакима города Астаны проведена встреча и совещание по указанному факту. В настоящее время совместно с местными исполнительными органами и другими госорганами будет проводиться работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для недопущения, предотвращения, предупреждения правонарушений. А именно в каникулярное время будем проводить всесторонние мероприятия по недопущению фактов. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Как оценивается эффективность проекта «Ковровое видеонаблюдение» в снижении числа административных правонарушений и обеспечении оперативного реагирования? Ковровое покрытие видеонаблюдения, как я в своем докладе указал, более 36 тысяч камер в настоящее время подключены к Центру оперативного управления. Ежедневно сотрудники полиции проводят мониторинг с записями видеонаблюдения. Также есть камеры видеонаблюдения, которые фиксируют факты правонарушений, а именно по правилам дорожной безопасности. По всем фактам принимаются соответствующие меры. Это хороший результат по недопущению, предупреждению правонарушений, уголовных правонарушений. Благодарим за ответ. И наш последний вопрос. Планируется ли расширение взаимодействия полиции с образовательными и общественными организациями для комплексной профилактики подростковой преступности и травматизма? Да, конечно, согласно нового закона о профилактике правонарушений, там предусмотрены ряд мероприятий, которые должны охватить все вот эти вопросы. Согласно нового законодательства будем в дальнейшем работать. Благодарим за ответы. Құрметті Еркін Мұратұлы, уақыт бөліп Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңына келгеніңіз үшін алғысымызды білдіре отырып, қызметіңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.